Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі студия қонақтарымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы заңды күшіне енген үкімдердің заңдылығын және орындалуын қадағалау қызметі басшысының орынбасары Жанболат Туғанбаев мырза, қош келдіңіз дейміз. Белгілі заңгер Абзал Құспан арнайы келіп отыр. Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің арнайы есепке алу бөлім басшысы Қайрат Асыл мырза, парламент сенатының депутаты Нұрлан Бекназаров, қош келдіңіздер дейміз. Енді расында бұл жолға рақымшылықтың өз алдына үлкен бір маңызды ерекшелігі бар. Өйткені қандай да бір оқиғаға қатысты жарияланған бірінші амнистиямен қателеспесем, иә? Енді қаңтар оқиғасына қатысқан 1500 азамат амнистияға ілінбекші, енді 1500 деп айтамыз, бірақ оның аржанда тұрған олардың ата-анасы бар, бала-шағасы бар, туған туыстары бар, біраз елге енді қуаныш сыйлап отырғаны белгілі. Менің енді сұрайын дегенім, біз өзі қылмысты бір 4 санатқа бөлеміз ғой, бір жеңіл қылмыс, ауырлығы орташа қылмыс, ауыр қылмыс, аса ауыр қылмыс деп. Бұл жолғы енді рақымшылық көз қысқаша айтқанда кімдер ілігеді? Әңгімені осыдан бастасақ. Ортақ сұрақ. Бұл жерде енді жаңа өзіңіз бөлдіңіз санаттармен, қылмыстардың барлығы кіреді бұл амнистияға. Тіпті барлығы кіреді? Барлығы кіреді. Бұл жерде санатымен жаңағы айтқанда. Оның ішінде қылмыстық теріс қылықтар да бар. Яғни уголовный проступки дейді ғой, қылмыстарға жатпайтынды. Қылмыстардың ішінде жаңағыдай онша ауыр емес қылмыстар кіреді, одан кейін жаңағы ауырлығы орташа, ауыр, аса ауыр қылмыс. Енді олардың тек қана жаңағыдай амнистияның оларға қолданылуы әртүрлі. Мысалы, ол жаңағы жеңіл және орташа ауырлығы орташа қылмыстар бойынша ол жерде толық қылмыстық жауапкершіліктен босату қарастырылған, немесе жазадан босату. Ал ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша ол жерде тек қана жазасын жаңағыдай қысқарту мәселесі қарастырылған. Мерзімін қысқарту мәселесі. Кейбір жағдайда бір шартты жаза беру, иә? Бұл жерде енді жазаны ауыстыру қарастырылмаған. Ауыр қылмыстар бойынша ол 3-тен 4 бөлікке қысқарады, ал аса ауыр қылмыстар бойынша жартылай қысқарады мерзімі. Сондай жаңағыдай жеңілдіктер қарастырылған. Көрермендерге түсінікті болсын бір екі-үш мысал келтірейікші. Мәселен, енді қылмыс дәлелденген дүкен тонағандар бар. Оларға қай санатқа жатады? Олар мысалы ауыр қылмысқа жатады, ол 188 баптың 3 бөлігімен сотталған азаматтар ғой. Бұл жерде енді сот оларға жаза тағайындайды. Мысалы 5 жыл тағайындады. 4 жыл тағайындады деп есептейік. Енді 4 жылды жаңағыдай амнистияны есептеген кезде 3 бөлігін, яғни 3 жылын қысқартады да, оған тек қана 1 жыл ғана қалады жазасын өтеуге. Яғни амнистия деген ауыр қылмысқа осылай қолданылады. Жақсы, енді түсінікті болды. Дегенмен біздің көрермендерге мына нәрсені бір жеткізуіміз керек секілді. Енді алаңға шыққандардың бәрі қылмыскер емес қой. Арасында өз талабын айтқан шыққандар бар, спортшы да болды, басқасы да болды, таксист те болды, араңдап қалғандар болды. Ондайлар онсыз да бізде босатылды. Бұл жерде нақты қылмысы дәлелденгендер ілініп отыр рақымшылыққа. Солай түсінуіміз керек қой. Әрине. Егер мысал үшін қылмыстық іс құрамы жоқ деп танылатын болса, оған ешқандай амнистияны қолдануды қажет жоқ. Амнистия тек қана қылмысы дәлелденген. Бұл жерде тағы бір ерекшелік айтайын, жаңа атап өтті ғой, бас прокуратураның өкілі, онша ауыр емес және орташа ауырлықтағы қылмыстар егер тергеушінің өндірісінде болатын болса, тергеуші онда өзінің қаулысымен қысқартып тастайды, болса рақымшылық заңын басшылық қалып. Тағы бір қонағымыз келе жатыр. Кіре беріңіз, жалғастыра беріңіз, Абзал мырза. Ал егер ауыр және аса ауыр санаттағы қылмыстар, олар міндетті түрде сотқа барады. Сот әуелі жаза тағайындайды, егер дәлелденген жағдайда, әрине, дәлелденбесе ақтау үкімі шығады. Жаза тағайындайды, сол жазасын жаңа айтқан принциппен 75%-ын немесе 50%-ын қысқартып тастайды. Енді бұл жағынан да айтып көрейін, түсінікті болу үшін жаңа. 4-тен 3 бөлігі немесе жартысы деген түсінікті болу үшін. Яғни 4 жыл жаза тағайындаса, жаңа айтты ғой, 3 жылын алып тастап 1 жылын қалдырады. Егер қаңтардан бері немесе ақпан айынан бері отырған болса, ол отырған есептеледі. Менің өзімнің болжап білуімше, осы рақымшылық заңына ілінетін мейлі онша ауыр емес санаттағы қылмыс болсын, ауыр санаттағы қылмыс болсын, 1000 жарым адамның осы негізгі бөлігі көп ұзамай бостандыққа шығатын болады. Бұны қазірдің өзінде болжап айтуымызға болады. Енді Абзал мырза, сіз заң жобасы талқылау кезінде басқасында жүрдіңіз, біраз азаматтардың бостандыққа шығуын атсалысқаныңызды білеміз. Дегенмен сол кезде бір журналистерге берген сұхбатыңызда осы заң жобасының алғашқы нұсқасына менің көңілім толмайды деп айтқан едіңіз. Дегенмен осы комиссияның ұсыныстары қаншалықты ескерілді? Тоқаев қойған заң жобасына көңіліңіз сола ма? Қазіргі нұсқада әрине біз бұл заңның ерекшелігі неде? Біріншіден енді аманат комиссиясы осы заңның қабылдауына бірден бір мұрындық болған, инициатор болған
комиссиямыз. Біз бірнеше рет бұл туралы, қажеттігі туралы қызметтік хат жаздық президент әкімшілігіне, бірнеше рет барып ол концепциямызды қорғадық. Кейін осы мақұлданғаннан кейін жұмыс тобына да араластық. Әрине жұмыс тобы барысында әртүрлі пікірлер болатындығы заңдылық. Ол кәдімгі жұмыс процесі ғой. Біз тағы да бір ұсыныстарымыз бар. Мысалы үшін біздер 272-ші бап ауыр қылмыстар санатына жатқызылған. Қолданыстағы қылмыстық кодекстің 78-ші бабының 2-ші бөлігіне сәйкес ауыр санаттағы қылмыстарға толығымен рақымшылық қолданылмайды деген. Сондықтан біз осы қылмыстық кодекстің осы бабына да өзгеріс енгізу туралы мәселе көтерген едік. Дегенмен жаңағы принцип бойынша 4-тен 3 бөлігі қысқартылатындығы себепті сол қаңтар немесе ақпан айында 272-ші баптың 2-ші бөлігімен қамауға алынған азаматтар олар сөзсіз бостандыққа шығатынын біз көріп отырмыз. Сол себепті бұл заңның жобасына қазіргі күйінде біз толығымен көңіліміз толады, толығымен қолдаймыз. Енді әріптесім айтып отқандай, бұл негізгі жалпы заңның өзінің атына келетін болса, рақымшылық деген көп нәрсені білдіріп айтып тұр. Бұған дейін де бізде рақымшылыққа қатысты заңдар қабылданған. Мерейтой, соңғы рақымшылығы мынау тәуелсіздігіміз 30 жылдығында болды. Ал бұл жолғы мынау кешегі президент қол қойған, парламент қабылдаған заңның несі, бұл мемлекет басшысының тікелей тапсырмасыменен парламент депутаттарының өздері бұрын құзырлы мемлекеттік органды дайындайтын болса, бұның ерекшелігі парламент депутаттары бастамашыл болып, осы тез ара уақытта жасалынған адвокат мырза айтып тұрғандай, қазіргі ізгілік идеясы, рақымшылықтың өзі, соның кейінгі оның ерекшелігі, сарапшылар, мамандар, бұл жерде құзырлы құқық қорғау органдарынан бөлек парламентте көбінесе осы қоғам белсенділері, оның кейінгі осы нақты іске қатысып жүрген осындай адвокат, қорғаушылардың да пікірі есептелінді. Одан кейінгі бұл заңның бір реттігі және сол 4-менен 7-ші қаңтардың ағымдағы жылдың сол уақыттағы болған қылмыстарға қатысты. Онда айта кету керек. Өйткені кейбір түсініктер бізге де сауалда келіп жатыр. Рақымшылық қай кезде қамтиды деген. Яғни 4-мен 7-сінің арасындағы болғандар. Жаңағы айтып отқандай, 3-4 бөлігі мерзімі қысқарады, болмаса аса ауыр қылмыстың жартысы қысқарады деген мәселелерден бөлек. Бұл жерде тағы да бір айта кететін нәрсе, бұл рақымшылық, ол жаңағы ақталу, басқа нелерін қамтымайды. Соттылығы болмаса оның барлығын адамдардан алынбайды, өйткені ол соттылығы болып қалады. Оның енді қазіргі мынау қолданыстағы заңдарға сәйкес өзінің мерзімдері кеткен кейін бар соттылығы алынатын болды. Оны да азаматтарға түсіндіру керек. Жалпылама алғанда бұл біздің парламент депутаттарының ойынша біріншіден бұл іске асатын жаңағы 6 айдың уақыттың ішіндегі негізгі әрекеттердің бәрі жасалынады ғой. Яғни өзіңіз айтқандай 1,5 мың үстіндегі адам осы рақымшылықтың жаңағы күшіне енген заңның аумағына кіреді. Ол зерделеу жұмыстары көрсетіп отқандай көбісі жастар. Жастарымыз біздің. Оның кейінгісі былай халықпен өңірлерді аралап жүргендегі сөйлескендегіміз оны туыс бауырлармен деген кезінде көбісі білмеген, білмей жасаған, жастық болған жаңағы батырлық көрсетейін деген, алда барбау, болмаса жаңағындай бірдеңе арандату, сондай мәселелер. Негізінде ол көпшілігі. Яғни жаңағы қылмыстың да түр-түріне бөліп, ауыр, аса ауыр деп жаңағы жіктеп бөлгендегінде сол 3-4-ін қысқартып атқан, жартысын қысқартып атқан мәселе. Сұрақ бар, енді өткенде бас прокуратура айтқан, енді мына амнистияға іліккендер арнайы бір базада тізімде болады деді. Яғни кәдімгі бұған дейін жазасы өтеп шыққан сотталғандар ортақ сол базаның тізімде тұра ма оларда? Мемлекеттік қызметке алынбайды деді. Тура сол жағдай ғой бұл жерде де. Әлде жеке тізім бола ма бұл жерде? Жоқ, былай ғой, бұл жерден сіз соттылық мәселесін қозғап отырсыз. Жаңағыдай ауырлық онша емес, ауырлық орташа қылмыстар жасалғандар, олар соттылығы жойылады. Яғни ол жерде барлық құқықтық жаңағыдай салдар сонымен жойылады. Ал бірақ арнайы есептерде ол әрқашан қалып отырады. Өйткені қылмыс жасаған адам болып есептеледі. Бірақ рақымшылық қолданылған деген бар. Иә, рақымшылық қолданылған деген сондай запис болады оның ішінде. Ертеңдер мемлекет қызмет жоғары лауазым мемлекет қызметке бөлеген кейде бір жазасы өтіп шыққандардың бір жұмысқа орналасуда бір қиын болып жатады ғой. Бала шағасында да әсер етеді. Осы заңда тікелей көрсетілген.
жұмысқа орналасуына байланысты жалпы әлеуметтік социализация дейді. Әлеуметтік жаңағыдай қалпын келтіру мақсатында осы соттылығына байланысты шектеулер болмау керек деген осы заңда арнайы қарастырылған бап бар. Ол әдетте жергілікті атқарушы органдарға ғана барып, мысалы үшін бұрын бір жерде қызмет етіп жүрген болса, жаңа айтқан міндетті түрде мемлекеттік қызмет емес, жаңағыдай болмаса құқық қорғау органдарында емес, сол қызметіне қайтадан барып сол жұмысына орналасуына ешқандай кедергі болмау керек. Ол заңда арнайы көрсетілген. Денсаулық жағдайына байланысты, жұмысқа тұруына байланысты, әлеуметтік енді әртүрлі саланы қамтиды ғой. Осыған байланысты бұл рақымшылық қолданылып бостандыққа шыққан азаматқа кедергілер көрсетілмеу керек. Тікелей заңда көрсетілген басқа реттерде әрине. Құқық қорғау органына кіру үшін соттылық болмау керек. Мемлекет қызметте болу үшін соттылық болмау керек деген сияқты. Және олар рақымшылық іліну үшін міндетті түрде кінәсін мойындау керек бұл жерде? Бұл жерде былай ғой, анау жаңағыдай қайттан санатына байланысты қылмыс. Егер де ол жаңағыдай онша ауыр емес, және ауырлығы орташа қылмыстар бойынша ол жерде заңда қарастырылған. Олар өзінің жаңағыдай кінәсін келісім беру керек. Рақымшылық қолдануға. Келісім деген ол жоғары соттың нормативтік қаулысы бар. Ол жерде соттың үкімі туралы. Сол жерде жазылған. Келісім деген не ол? Келісім деген ол өзінің кінәсін мойындап, және мынау іс бойынша берілген азаматтық талап арыздың мойындау, сол келісім деп есептеледі дейді. Яғни бұл не үшін керек? Амнистия деген ол ақталмайтын негіздермен істі қысқарту деп табылады. Яғни ол қылмыстық жауапкершілікке тартылған адам деп есептеледі. Сондықтан егер де адам келіспеген жағдайда, ол мысалы келіспеу мүмкін, ол мен қылмысты жасамадым деп, мен ақтаңыздар деп, ары қарай соттасады, сол құқығы бар. Яғни ол ондай кезде тергеу жалғасады, ол сотқа жіберіледі, сот қарайды да жаңағыдай, немесе ақтау үкімін шығарады, егер де ол дәлелдесе кінәсіздігін. Ал егер де дәлелдей алмаса, ол кезде жаңағыдай приговор шығады, жаңағы үкім обвинительный, и ол жазадан босатылады. Сол кезде амнистия қолданады сот. Енді мына нәрсе, ол жерде қазір кінәсін мойындамай ол соттасын, түптің түбінде сот оны кінәлі деп тапқан жағдайда енді ауыр жалғасы бар. Ауыр мен аса ауыр қылмыстар бойынша ол жерде келісім керек жоқ. Ауыр және аса ауыр қылмыстар бойынша. Ол жерде келісім керек жоқ. Өйткені ол жерде тек қана жаза қысқарту мәселесі қаралады. Ол жерде үкім шығады, жаңағыдай ол кінәлі деп танылады да, сол кезде жазаны тағайындау кезде жаңа амнистияны қолдайды. Бұл жерде келісім осы айырмашылықты білу керек па? Иә, оны білу керек. Жалпы айтайын дегенім, өзі заңның өзі үлкен ауқымды емес. Мәтінінде де басқа негізгі қажетті мазмұндамалардың барлығы нақты анық көрсетіліп жазылған. Яғни бұл жерде күрделі ештеңе жоқ. Екінші мәселе, енді сіз енді білікті маман, үлкен жаңағы лауазымда болғаннан кейін барлығын жіктеп айтып беріп тұрсыз. Менің айтайын деген бір ойым, жаңағы 1,5 мың адам оның үстіндегі жаңағы көбейе ме, үстінде тағы қосыла ма, өйткені кейінде анықталатындар бар ғой. Тасада қалып кеткен, жұмсаған, ұйымдастырушы, кейін анау рақымшылыққа ілінген адамдардан да мүмкін мәліметтер болуы мүмкін. Мен осындайға түстім ба. Мен айтайын деген, құқық қорғау органдары, мынау тергеу саласы, содан кейін жаңағы сот жүйелері осындай шешімдерді қабылдар кезінде, болмаса әрбір азаматтың тағдырына тікелей қатысты жаңағы рақымшылыққа ілінетін бары, сіз сияқты жаңағыдай жіктеп, ара жегін ажыратып, кінәсінің қандай екенін, оның кейін қайталанбайсың жағын. Бұл жерде оны профилактикалық, тәрбиелік мән жағынан ойлауымыз керек. Саяси жағда, әлеуметтік жағы әсіресе басым болып тұр. Жаңа айтып отқандай туыстары бар, басқасы. Мен айтайын деген, жеткізейін дегенім, мысалы, прокуратура органдары, қадағалаушы органдар ретінде, және мынау біздің ішкі істер органдарының, тергеу органдары, оның ішінде сот жүйесі бар. Сол әрбір азамат бойынша, әрбір тағдырына жағаттықпен қарап, әрқайсысы бойынша жеке-жеке шешім қабылданатын болады ғой. Сол кезде білікті мамандар, білікті кадрлар жасақталған сондай жұмыстар атқарылса, бұл заңның аяғына дейін жаңағы мерзімінде оның нәтижесі болады. Бізде қазір шағын ғана сонда арыз талапты аз болады. Рұқсат үзілістен соң жалғастырсақ, құрметті көрермен. Арнамыздан ауыспаңыздар. Тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Енді мына қаңтар оқиғасына қатысқан 1500-дей азаматқа амнистия жарияланатынын айтып жатырмыз. Енді біраз мәселенің басын ашып жатырмыз ғой. Ақпарат құралдарын оқып отырсам, жаңа елдің ішінде танымал болған Жақшаның ішінде Дики Арман деген лақап атпен танымал Арман Жұмагелдиев кәсіпкер Қайрат Құдайбергенге рақымшылық тізіміне ілінбейтіні жазылып жатыр. Бұның да себебіне қазір тоқтала жатырмыз. Жалпы кімдер ілінбейді бұл тізімге? Сол кестені экранға шығарып қойыңыздаршы, мінекей.
мемлекетке опасыздық жасағандарға, дұрыс қой, бұған аса ауыр жаза болу керек. Жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырғандарға, сыбайлас жемқорлықты ұйымдастырғандарға, террористік және экстремистік қылмыс жасағандарға, адам азаптағандарға, кісі өлтіргендерге, қылмысқа қайта барғандарға дейді. Дұрыс қой, дұрыс көрсеттік қой. 8 негіз осы. Иә, негізгі 8 пункт осы жерде. Енді бір мына мәселенің басын ашып алайықшы. Халықтың көбі бір өкпе айтқан білесіздер, алаңға шыққандарда бір террористерге телегендер болды ғой, барлығы бірде бір террорист көрген сияқты. Енді террорист десе біздің көз алдымызға не елестейді? Бір сақал сапсиған, бала қысқарған, қолында бір автоматы бар, бір қолында гранатасы бар адам елестеуі мүмкін, иә? Енді сол күні алаңда жүргендердің бірі мен бақылау үшін арнайы бардым. Оның ішінде бір аспазшы да болды, таксист та болуы мүмкін. Енді ол бір ішкі қыжылын айту үшін шықты ғой алаңға. Бірақ енді ол қызды қызымен жаңа арандатушылардың арасында еріп кетуі мүмкін. Жаппай енді ДВД-ның жаңағы ішкі істер департамент ғимаратына сау ете қалғанда араларында бірге жүрді. Әй, қорғандар бір қолдарыңа қару алды деп ертең ол қолды сол кезде қаруды алған болуы мүмкін. Артынан енді өкінгенмен ол енді факт бойынша қолды ұстаған болып тұр ғой. Яғни оның әрекеттерін біз терроризм деп айтамыз ғой. Жалпы терроризм деген не? Террорист деген не кім? Осының бір басын ашып алайықшы осы жерде. Бұл сұрақ жалпы өте жиі қойылады. Қоғамда әлі дұрыс түсінік қалыптаса қоймаған. Бұл түсінікті де осы кезге дейін терроризмнің ауылы Қазақстаннан алыс деп есептеп келдік қой. Терроризм ол біз үшін Ауғанстанда болатын жағдай, тағы да басқа таяу шығыс елдерінде болатын жағдай, Қазақстанға қатысы жоқ деп осы кезге дейін ол нәрсені біз саралап көрмегенбіз. Бірінші рет тап болып отырмыз мынадай қиын жағдайға. Сол себепті ол елдің халықтың көп түсінбей жатқанда заңдылық. Ал енді қылмыстық кодекстің 10-шы бөлімін алып қарайтын болсақ, онда терроризм, экстремизм қылмыстарына 40 статья кіреді. 40 бап. Егер қателеспесем 255-ші баптан бастап, терроризм бабынан бастап, 295-ші бапқа дейін аралықты осы террористік, экстремистік қылмыстар қатарына. Оның ішінде жаңағы бір негіз көрсетілген, рақымшылық жасалмайды. Сол ғимараттарды басып алу, жаңа шабуыл жасау, басып алу да кіреді, мысал үшін. Тіпті кейбір өрт қылмыстары да кіреді, терроризм, өртеу мысал үшін. Күш қолдану кейбір қылмыстар кіреді. Оның барлығын бірдей адамдар заңгер емес қой, сондықтан түсіне бермейді. Яғни осы баптар автоматты түрде террористік, экстремистік қылмыстарға жатады. Ол жаңа сыртқы келбеті осы кезге дейін біздің жаңалықтардың қатты жүруінің салдарынан көз алдымызда қалыптасып қалған бейне. Ол міндетті түрде олай емес. Терроризм дегенге жаңа ғимаратты басып алуда кіреді. Ол оқиғалар осы 10 қалада, ірі қалада, ірі осы жағдайлар орын алды ма, жаппай тәртіпсіздік барлығына жуық осындай. Байқаса, және оған кез келген адам арандауға еріп кетуі де мүмкін ғой, ондай жағдайда. Олар оны заңды білмеу салдарынан, олар өздерінің осындай аса ауыр қылмысқа барып жатқандығында түсінбейді. Бірақ әрине тергеу сот органдары алдында ол дәлелдеу керек, өзінің арандап қалғандығын. Ондай әу баста ниеті болмағандығын, бұрын соңында ондай қылмысқа бармаған, тағысын басқа критерийлермен оның бәрі сарапталады ғой. Тергеуде ондай жағдайлар көп кездескен шығар жалпы. Ол терроризм бабымен сараланған қазіргі таңда тергеліп жатқан істер де бар. Жаңағыдай оның ішінде ғимараттарға шабуыл жасау. Олар жаңағы коллега айтып кетті ғой, әріптес, жаңағы террористік қылмыстардың санатына жататын қылмыстар. Бұл жерде айта кететін жайт, әртүрлі шабуыл ол террористік деп табылмайды. Бұл жерде мақсат болу керек. Мақсат ол жаңағыдай елді үрей тудырып, қоғамда үрей тудырып, өзінің мақсатын орындату. Яғни ол саяси болуы мүмкін, басқа да жаңа талаптар болуы мүмкін. Сол кезде бұл террористік қылмыс деп танылады. Яғни бұндай қылмыстар орын алды. Сол ұйымдастырушыларға еріп кеткендер ше? Еріп кеткендер, олардың әр әрекеттері сараланады. Егер ол жаңағыдай сөз байланысы бірге жасап, дәлелденсе, мән-жайлар, онда ол сол топтағы жасаған адам деп саналады. Егер де ол дәлелденбесе, жаңағыдай ол білместен жаңағыдай көрді, артынан еріп кетті дегенде, ондай жерде оның әрекеттерінде бұл терроризм деген мысалы қылмыстың құрамы болмайды. Ол мысалы жаппай тәртіпсіздік деген өзі, ол бір жерде терроризмге ауысып кетуі де мүмкін. Бұл жерде көбісі мысалы үйтіп сараланған жоқ, өйткені жаңа әрекеттерінде жаңағыдай мақсаты, жаңағыдай дайындығы дәлелденген жоқ болатын. Көп жастар арандатушылардың артынан жаңағыдай еріп кетіп, білместіктен жасап отыр. Енді эффект талпы деген бар ғой. Жаңағыдай билік жоқ, милиция жоқ, көріп жатыр, көшеде магазин талқандап жатыр, ішіне кіріп ұрлық жасап жатыр. Оны былайша қарағанда ол ондай жағдай болмаса, мүмкін жасамайтын еді ол қылмысты. Әрине. Егер де былай бәрі дұрыс болып тұрса, ол ондай қылмысқа бармайтын еді. Яғни стихийный дейді ғой жаңағыдай. Сол кезде қасақана, сол жерде жаңағыдай қалыптасқан ой, қасақана ой қылмыс жасауға.
сондай азаматтарға байланысты президент айтып жатыр. Осындай арандатушылардың артынан кетіп қалған жастарымыз жаңағыдай қылмысты сол жерде жаңағыдай бүкіл сол көпшіліктің ішінде жүріп жасап, сол көпшіліктің несіне ауып кетіп, сол жаңағыдай жастарымыз, сол біздің азаматтарымыз амнистияға жату керек, олар кешіру керек деген оймен айтылған президенттің қазір арыз жақсы ажыратып жатсыздар. Біз тұрғындардың өздерінен сұрап көрдік осы рақымшылыққа байланысты пікір дейді. Салына алуан түрлі пікір, халық не дейді? Әсіресе мына Талдықорғанның тұрғындарынан сұрап көрдік. Дұрыс. Бір білесіз көріп алайықшы. Жап-жас балалар солар дүрмекке еріп, ешқандай саясатқа, ешқандай қан төгіске қатысы жоқ, бірақ сол елмен бірге шұғылдап жүріп, арасында ілініп кеткендер бар. Мен ойлаймын, солар үшін сол амнистия керек деп ойлаймын. Мен өзімше дұрыс сияқтымын енді. Қатты енді өз мемлекетке қарсы шыққандар өз жазасын алсын енді. Кейбір үшінде әділсіз болып кеткен, көптің ішінде кетіп қалғандар бар. Ол жерде көптеген адам өлімі болды, ұрды адамдарды, қанша адам жапа шекті, және де кейбіреулерін жазасыз қалдырғандары болмады. Менің ойымша, оның барлығы әркім өзіне лайықты жазасын алу керек еді. Амнистия болған жақсы, басатын жастарды. Амнистия жариялаған дұрыс деп ойлаймын. Арасында енді жазықсыз кеткен адамдар бар. Көпшіліктің арасынан кейбіреулері әдейлеп тұрып келіп істегендері бар. Әркім әрқалай жазасын алу керек шығар. Әртүрлі пікірді енді ішкі істер министрлігінен келіп отырған өкілдерден де сұрағым келіп отыр. Бұған дейін біраз айтылды ғой. Азаптау фактілерді тергеу қаншалықты әділді жүріп жатыр. Және босап шыққандармен, олармен ары қарай қалай жұмыс жасайсыздар? Осы жағына да қысқаша тоқтала кетсек. Жалпы осы қаңтар оқиғасы бойынша осы күнге дейін 4000-нан астам қылмыстық істер тіркеліп, оның 400-ден астамы басқа құзырлы органдарға берілді. Сол құзырлы органдарға берілген қылмыстық істер, яғни осы сіз айта кеткендей азаптау сияқты фактілермен және басқа да фактілермен, яғни солар берілді. Қазіргі таңда рақымшылыққа қатысты ішкі істер органдарында 2 қылмыстық іс өндірісінде, олармен де жақын арада процестік шешімдер қабылданады деп ойлаймын. Қабылданатын болады. Қайрат мырза. Ал енді қылмыстық атқару жүйесінде жаза өтетқандар да бар. Үкім шығып, енді қылмыстық жазасы басталғандар. Оларға қатысты егер осы рақымшылық жасау заңына жататындар болса, олар айтып кеткендей немесе босатылады, немесе жазасы қысқартылады. Босатылған адамдарға осы заңда қылмыс атқару кодексінде, басқа да заңдарда, жергілікті атқару органдарының заңдарында көмек көрсету көзделген, әлеуметтік көмек, мүмкіндік болса жұмысқа орналастыру жағынан да қарастырады. Егер мүлде үй жоқ болса, онда әлеуметтік жағдай қиын халыққа қатысты ашылған орталықтар бар. Сол жерге орналастыру мүмкін. Жалпы жазасы қысқартылғаннан кейін оларға басқа да қылмыстық кодексте көзделген шаралар бар. Ол шартты мерзімнен босату, сосын жазасын жеңіл түріне ауыстыру. Ол бөлек механизмдер. Ол жерде өзінің мерзімдер келеді. Тіпті осы рақымшылық заң аяқталғасын, сол механизмдер жұмыс істей бастайды. Жалпы енді маған қызығы қазір енді қамауда отырған азаматтар бар ғой. Сөзде қаңтар оқиғасында шығып, солар бір өкініште болмаса бір сананың өзгеруі деген секілді не айтуға болады бұл жерде? Қандай бір өзгерістер болып жатыр? Қамауға түскен адамдардың бәрін ойы да санасы өзгереді. Бұл мүлде басқа әлем, өзінің тәртібі бар, өзінің бір мойынсыну керек, амал жоқ ішкі тәртіпке. Сол себепті өзінің әрекеттерінен де қайта ойланып, бекер келдім деген әрине өкінеді. Мүмкіндік болғанда жасамас едік деген ойлар келеді. Сіздер бір изоляторларға бардыңыздар ғой сол кезде, е? Әрине. Бетпе-бет кездесіп, енді сіз былай қарасаңыз, сіз енді прокурор емессіз, полиция қызметкері емессіз, бетпе-бет сөйлестіңіздер, ішкі сырын білдіңіздер, бір есте қалған бір оқиғалар бар ма сол кезде бір? Аманат комиссиясы біз 24 қаңтардан бастап Алматының тергеу изоляторынан бастадық жұмысымызды. Қазақстанның бірнеше ірі қалаларында болып, қай жерде ірі толқулар болды, солардың тергеу изоляторларында жергілікті прокурорлардың көмегімен ішке кіріп, бірақ жеке дара дейді ғой. Басында енді жұмыс тәжірибесін білмегесін жерде жалпы қабылдап жүрді, кейін жеке-жеке сөйлесіп, осы кезге дейін не айтады сол жеке-жеке 600-ге жуық азаматпен жеке сөйлескен екенбіз. Менде тізімі бәрінің жазулы тұр. Сонда негізгі біздің осы ең алғаш осы қызметті хат жазып бастағанымыз осы азаматтардың тілегі болды. Олардың бәрінің айтқан сөзі біреу болды. Біз мына жерде білмей қалдық.
біз қалай болғанын білмей қалдық. Ол жерде ол арандатушылар болған, қазір естіп жатырмыз. Ішке мына кіргеннен кейін барып. Қалай ол жаңағыдай осындай әрекеттерге барып қалғанымызды білмей қалдық. Иә. Біздерге бір жолға бір кешірім жасасын. Сіздер президентке жеткізіңіздер. Президенттің өзі қолдап отырған комиссия болсаңыздар, осы сөзімізді жеткізіңіздер деген қарапайым ғана қазақтың балаларының қарапайым осы тілектері, талап тілектері болды. Осыдан кейін ол ой туды бізге. Олардың ата-аналарын айтпай қояйық. Олар жылап, сықтап, былайша айтқанда қашан осы балаларымызды көреміз деп. Енді қараңыз, 600-ге жуық азамат, жаңа әріптесіміз айтты ғой, бұрын жаңа жастар негізінен деп. 25 пен 35 жас аралығында болса негізінен. Көбінде жастар, иә. Иә. 99.9% деп сенімді түрде айта аламын, басым көпшілігі бұрын соңды істі болмағандар. Құқық қорғау органдары назарына түспегендер. Олар бұрыннан бір кәнігі осындай бір қылмыстық жолда жүрген азаматтар болса екен, олармен әңгіме қысқан. Енді аяқ астынан 4-ші, 5-ші, 6-ші қаңтар күні аяқ астынан жаппай олар қылмыскер болып кете қоймайды ғой. Жаңа айтқандай, мынау эффект толпы дейді, мынау психологиялық жағдайларда әсер етеді адамға. Сондықтан да бір реттік бұл мынау рақымшылық қолдану бұл өте маңызды және өте қажетті шара болды мемлекет тарапынан жасалған. Жалпы Айта беріңіз. Осындай тағы да бір ой келіп тұр. Біз жаңа рақымшылық жағындағы осы мынау істен қозғап отқаннан кейін бұл кешегі қаңтар оқиғасы біраз осал жақтарымызды да көрсетті. Жаңағы біздің жастардың да батырмыз саяси немесе құқықтық сауаттылығының төмендігімен қосымша жасыратын жоқ. Ол қазір мысалы бүгін 9 ай болып отыр. Одан бері бұл да аз уақыт емес. Қанша өзгерістер болып жатыр, саяси реформалар жасап жатырмыз. Ал сол кездегі күндерге оралатын болсақ, анау арандатушылық, алдауға түсті деген енді қанша дегенмен ол бір себеп деп айтамыз. Негізінде қоғамда сол кездегі, дәл сол кездегі неде қандай болғанда да билікке жалпы әртүрлі өңірлердегі саяси емес, әлеуметтік бағыттағы қобалжулар, наразылықтар болғанын біз айтуымыз керек. Оның да бір себебі бар, жаңағы көпшіліктің жаңағы шоғырлануы, жаңағы көшеге шығып кетуі. Енді әрине ол ақтамайды. Жаңағы үкіметті де, болмаса жаңағы қылмысқа барған біздің азаматтарды да. Бұның өзі де бір сабақ болып қалу керек. Екінші жағынан, мысалы, мынау билік қазіргі мынау соңғы мемлекет басшысының тапсырмасымен жасалып жатқан саяси реформалар, қабылданып жатқан заңдар, заңнамалық түрде Сенат, парламент солардың бәрін қамтамасыз етіп жатыр. Енді осы мына соңғы бір 2 айдың төңірегінде біз әр пленарлық отырыста Сенатта ауқымды заңдар қабылданып жатыр. Үлкен саяси реформаларға қатысты. Тікелей президенттің өзінің өкілеттігінен бастап қазіргі мына енді елге барлығы белгілі болып жатыр. Кеше ғана біз 8 заңды қабылдадық. Соның барлығы осы мемлекет басшысының қазір қойып жатқаны әділ қоғам, әділ Қазақстан, ашық есеп бере алатын үкімет деп жатырмыз ғой. Оның барлығы соны әр мемлекеттік орган болмаса басқа қоғам болып соның бәрін іске асыратын болсақ, мұндай жағдайлардың қайталанбауын әкелетін жағдай жасау керек. Бұдан біз сабақ алуымыз керек. Бұның да бір тетігі осы мына қазіргі мына қабылданып жатқан реформалар деп есептеймін. Біз оны қадағалап қайталанбау деген бөлек мәселе оған қазір тоқталамыз. Жаңа рақымшылық біз айтып отырған заң жобасының арқасында бостандыққа шығуға ниетті азаматтардың бірімен менің әріптестерім тілдесіп қайтқан еді. Қысқаша рұқсат болса сюжет көріп алайықшы. Осыны әңгімені жалғастырамыз. Қаңтар оқиғасы кезінде ауыр қылмыс жасамаса да заң бұзғандығы үшін түзеу мекемелерінде жазасын өтеп жатқандар бар. Олардың бірқатары кінәсін түсініп, өткен іске өкініп отыр. Мемлекет басшысының бір реттік рақымшылық жасау туралы бұйрығына сәйкес, олардың жазасын өтеу мерзімі қысқарады. Қаңтар оқиғасына қатысып, шалыс қадам жасағанымыз өзімізге өмірлік сабақ болды дейді сотталушылар. 5 күні шықтым, кешкісін қалаға. Дос балдармен ондай митинг деген мақсат ондай ештеңе болған жоқ. Қызық көріп шықтық қалаға. Қорған магазинде. Бәрі қару-жарақ алып жатыр екен, бәрі киім алып жатыр. Мен бізде киім алдық, қызығып. Өмірлік сабақ болды ғой, жерде отырып ойланғанымыз. Қателік, ақымақтықпен істедік бәрін. Енді осы рақымшылыққа ілініп отқанымызға алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Бізге осындай мүмкіндік беріп отқандарына. Қуанғаннан секірдік қой. Әмесен естіп. Соны аман-есен шығып кетсе екен. 5-іне кешкісін шықтым, такси айтып шықтым. Алтын Орда жақтан келе жатқан кезімде жолдан бейтаныс бір кісілер маскамен тоқтатып, мен сөйтіп тоқтатты, кейін машиналарына қинап салып, оружие магазинге алып келді мен.
оружие магазинге кіріп кетті олар. Артынан мен кірдім, бірақ оружиені сырттан тауып алдым мен, көшем бойынан. Алматыдағы қылмыстық атқару жүйесінің ла 155-те бір мекемесінде қаңтар оқиғасына қатысқан 82 азамат жазасын өтеуде. Олардың 14-і мемлекет басшысы жариялаған рақымшылық негізінде босатылады. Тот момент, когда им уже... Егер азамат 5 жылға сотталған болса, жазасын өтеу уақытының 4-тен 3 бөлігі қысқарады. Яғни 3 жыл 9 ай. Ал олар сот шешімі шыққанға дейін қамауда отырғандықтан жазасын толық өтеген болып, түзеу мекемесінен босатылады. Түзеу мекемесі өкілдерінің айтуынша, рақымшылыққа сәйкес қаңтар оқиғасына қатысқандар 2 аптадан кейін босатылады. Ал ауыр қылмыс жасағандар сот тағайындаған жазасын темір тордың ар жағында өтейтін болады. Көріп отырсыздар, жалпы енді бұл бір реттік рақымшылық қой бізде, е? Бұның өзі уақыты бар ма? Жылдың соңына дейін ғана жалғасады, не болмаса келесі жылдың басына дейін деген ғана. Процедура қалай бұл жерде? Жоқ, бұл жерде анау жаңағы 6 ай деген көрсетілген, ол тек қана мемлекеттік органдарға іс-шараларды жасау, мұны амнистияға байланысты, рақымшылық жасауға байланысты. Ал кейін жаңағыдай қылмыстар анықталып жатса, жаңағыдай қазіргі таңда 5300-ге жуық құқық бұзушылық тіркелген болатын. Оның тек қана 1600-і ғана анықталып отыр да қазір азаматтар ол қылмыс бойынша. Егер де ертең олар анықталып жатса, олар осы амнистияға жаңа іліне береді. Яғни бұл амнистия келешекке жаңағыдай өзін заңды күші жалғаса береді. Бұл уақытпен шектелмейді. Шығаратын кезде де бұны ескереді. Өйткені бұл адамның жағдайын жеңілдететін акті. Сондықтан бұл қолдана береді. Түсінікті. Енді мына бір мәселеге де тоқталсақ, білмеймін, қазір біз енді осы қаңтар оқиғасына қатысқандар деп бір айдар тағып, барлығына бірдей бір құбыжыққа айналдырып жүрген жоқпыз ба? Енді құқықтық баға беріліп жатыр, саяси баға әлі берілген жоқ, болашақта болған бір тарихи баға беріледі деген секілді. Бұл жағынан қалай ойлайсыздар? Мен мысал үшін осы енді қаңтар айынан бастап басқа тақырыпқа мойын бұрмастан мақсатты түрде осы қаңтар оқиғасына айналып жатқаннан кейін жерде мен біздің енді еліміздің өткен тарихы ғой. Мынау 86 жылғы желтоқсан оқиғасына байланысты 99 адам сотталған екен. Солардың істеріне енді қолым жеткенше айналыстым, қарадым. 86-да жағдай болады, 87-де сот үкімдері шығып, бәрі ол кезде СССР кезі ғой, көбіне мынау Ресейдің түрмелеріне жан-жаққа жазасын өтеуге аттанады. Яғни құқықтық баға, яғни бұлардың бәрін қылмыскер, нашақор, маскүнем деп бағасын береді. Саяси баға да солай беріледі. Бірақ 89 жылы негізгі бөлігі жаңағыдай ақталып, қайтадан қаралып істері, сол процесс басылады. Арада 2 жыл уақыт өткеннен кейін. 87 жылы сот үкімдері шыққан болса, саяси бағада жаңағыдай теріс берілсе де, халықтың тарапынан басқаша баға берілді. Қазір күні бүгінге дейін желтоқсанға қатысқандар, біз желтоқсан қаһармандары деп айтамыз. Солай ғой. Ешкім жаңа біз желтоқсанға қатысып едік, қылмыскер едік деп үйіне түсіп, бас салбырап жүрген адам көрмейсіз. Біз желтоқсаншылықтармыз деп өздерін жаңағыдай батыл түрде деді. Сондықтан бұл жағдайды ескеруіміз керек негізінде. Мысалы үшін жаңа біз қылмыс туралы айтып жатырмыз, иә. Заңгер ретінде мен кейбір істерді мен қылмыс емес деп айта алмаймын. Мысалы үшін Талдықорғанда жаңа бір алдыңғы сұрағыңызды қойып қалдыңыз ғой, бір сондай жағдайлар болды ма, бір ерекше есте қалған деп. Мынау алғашқы бастапқы кезде ақпан айының басында Талдықорған қаласында тергеу изоляторына бардық. 11 әлде 12 жасөспірім бала отырды тергеу изоляторында. Кәмелетке толмаған. 14 жастағысы бар, 15 жастағысы бар, 16 жастағысы бар. Сонда ішінде кейбір жас балалар, мынау ол кезде Талдықорғандағы жағдай қалай болған? Қалалық ішкі істер департаменті және облыстық полиция департаменті олар ашық-шашық қалады. Тіпті мына қару-жарақ сақталатын оружейник дейді ғой. Соның есіктеріне де ашық жатыр. Оны кім, не себепті ашып кетті, не үшін оны қалдырып кетті, неге оны апарып басқа жерге, қауіпсіз жерге алып кетпеді, неге оны қорғамады, ол басқа мәселе. Содан елдің бәрі алып жатқан кезде мына жап-жас балаларға дейін барып алған. Ал соларға жаңағыдай арнайы ғимаратқа шабуыл жасады, арнайы жаңағыдай құралдарды тонады деп айыпталған, өте ауыр айыптар. Сонда бір бала 15 жасар ма екенін қазір ұмытып қалып отырмын. Өзі бойы да кішкентай, жасы да кәмелетке толмаған 45-ші размерлі берцы етігін алған. Ал ол қаруды ұрлағанмен тең. Яғни қару жарақ деген сөз бар ғой бізде. Иә. Міне соған жатады. Ал жараққа жатады. Иә. Сонда енді оның былай қарасаңыз қылмыс емес деп мен аузым бармайды айтуға. Арнайы ғимарат, ана жерге кіріп алып тұр. Бірақ ол ашық-шашық жатыр. Елдің бәрі алып жатыр, көрдіңіз бе? Ал қылмыс дейін десең, ол бала не үшін алған деп түсіндіре алмайды. Аяғына тым үлкен оның, 45-ші размер.
осы оқиға мысалы үшін мен санамда жатталып қалды, бірақ сол барған кезімізде біз облыс прокурорымен келісіп, сол балалардың барлығын әуелі ата-анасының қарауына шығардық. Тағдыры не болды сол баланың енді? Кейіннен істері енді сотқа жеткен жоқ, қысқартылды деп естідік. Өйткені бізге сондай ақпарат келді. Енді әрқайсысын жеке дара біз бақылай алмаймыз ғой. Бірақ кәмелетке толмағандарға байланысты бастапқы кезде қамауға алынғанмен кейін жағдайлар жеңілдетілді барлығы. Түсінікті, енді қару деп қалдыңыздар ғой, енді талай ұрланған қарулар бар, өз еркімен өткізіп жатқандар бар. Әлі қанша қару бар табылмаған бізде шамамен? Өзі соңғы мәліметтер бойынша 800-дің маңайында ма? Ол ұрланған қарулардың тізімі. Бұл енді сырттан болмаса келген енді ондай қарулар бойынша мәлімет жоқ. Бізге берген мәлімет бойынша құқық қорғау органдарының 800-дің көлеміндегі қарулар әлі бар. Бұл жерде тағы да екінші жағы бар, оның екінші беті. Ол қарулар яғни біреуде ғой, азаматтарда ғой. Болмаса жасырып қойды ғой бір жерде ғой. Ол қарулармен жаңағы қандай қылмыс жасалынды? Жаңа біздің прокурор өкілі, бас прокурордың өкілін айтып отқан жаңағы 6 ай жаңағы госоргандарға берілген жұмыстарын жүргізуі, жаңағы мынау заңны орындау жағын. Ол жаңағы қарулардың іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Оның жаңағы ошақтары табылып жатыр. Кеше осы өткенде ғана 1-2 жерден табылып жатыр. Олардың барлығы ол біздің жаңағы қауіп төндіретін ошақ деп есептеу керек. Сондықтан жіті қарап, іздеп тауып, өйткені ол ұрланған қару, есепте болған қару, яғни бұл қылмыс істерлердің қолдарында. Айтпақшы, сол қаңтар оқиғасы кезінде білесіздер, шағын орта бизнес нысандарына да біраз зақым келді, жалпы шығын енді 38 миллиард деп жатырмыз ғой. Оның ішінде тонағандар бар, біреудің дүние мүлкін қиратқандар бар, ертең рақымшылыққа ілінетін ішінде олар да бар ғой. Мына материалдық жауапкершілік бойынша сұрап отырмын. Ол рақымшылыққа ілінсе, материалдық жауапкершілік алынып тастала ма, әлде мойнында қала ма? Жоқ, бұл жерде былай, рақымшылыққа ілінгенімен ол залалды өтеуден босатылмайды. Өтеуден босатылмайды. Яғни бұл жерде жәбірленушінің құқығы қорғалады. Өйткені жаңағы басында айтып өттік қой, келісім амнистияны жаңағыдай рақымшылықты қолдануға келісім берген кезде ол кінәсін мойындап, жаңағыда қылмыстық іс бойынша берілген азаматтық талап арызды мойындау керек. Яғни залалды келтірілген залалды мойындау керек. Ертең күні ол босандыққа шыққанымен, жаңағыдай немесе басқа жазадан босатылғанымен залалды өтеуден босатылмайды ол. Ол міндетті түрде өтеледі. Яғни төлеуге міндетті. Жақсы, енді бұл бізге үлкен бір сабақ болды. Қаңтар оқиғасы, енді алаңға ішкі қыжылын, талабын айтқан ел, бұл бір ішкі істер департаментін басып алайық. Жоқ әлде бір көктөбеге барып телевышканы жаулап алайық дегенге оған миы жетпей, және ондай әрекетке ол бармайтындай белгілі. Сондықтан бұл жаққа қарапайым ел де, спортшысы да, басқасы да, араңдатушылар да, қылмыскерлердің де болғаны белгілі. Дегенмен қорыта айтқанда біз бұдан қандай сабақ алуымыз керек, және бұндай оқиға қайталанбау үшін не істеуіміз керек деген сұрақ қысқаша бір ауыз пікір болса. Енді біз келгенде жаңағы бұл өзі қаңтар оқиғасының өзін былай пікір айту қазірдің өзінде ауыр. Бірдеңе деп айту, өйткені ол жерде адамдардың тағдырлары, жастарымыздың, болашақтың. Мынау қазіргі бір ретте рақымшылықтың өзінің жасап жатқаны, жасалынып жатқаны мемлекет тарапынан, мемлекет басшысының тапсырмасымен. Ол да бір сабақ. Екіншісі, мынау ізгілік жағы. Өйткені 1,5 мыңдай адамның артында қанша тәрбиелік те жағы бар. Содан кейінгі мынау бір тұтастық, елдің бірлігі. Ертең іштек қыжыл қалмай, оның туыстары дейді. Біз билік қандай сабақ алу керек? Құзырлы органдар қалай сабақ алу керек? Құзырлы органдардың да алатын сабағы ескілікті, биліктің де. Сондықтан жаңағы бұндай жағдайларда қайталанбасын деп тілейміз. Ол қайталанбайтындай біз сондай жаңағы ашып отқан ашық, әділ мемлекет қоғамның ортасында қызмет атқаратын болса, мемлекеттік органдардың барлығы, үкімет болсын, парламент депутаттар болсын, жергілікті әкімдіктер болсын, жергілікті мәслихаттар болсын, ашық түрде диалогқа барып, халықпен тікелей сөйлесіп, айтып тұрса, бұндай нәрселерге бармайды. Одан кейін жаңағы саяси болсын, болмаса құқықтық болсын, біздің сауаттылықты да сол мектеп қабырғасынан бастап. Енді уақытымыз сәменде алып қалды. Молот мырза, мына нәрсені сұрағым келеді. Бізде көп дүние әлі құпия ғой, елдің барлығын жазып жатқанда тергеу амалдары байланысты. Олар ұйымдастырған дейміз, сатқындық жасаған, ұйымдастырған кімдер, бұл үлкен фамилияларды біз қашан естиміз шамамен әлі 6 ай ма, 1 жыл ма, 2 жыл ма? Мен ойлаймын, жақында бәріміз соны күтіп отырмыз қазір. Қазіргі таңда тергеу
амалдар жүргізіп жатыр. Әрине оңай емес. Өйткені ол жерде оның бәрін дәлелдеу керек. Көп жаңағыдай құжаттама жиналады. Көп материалдар зерттеледі. Ең осы ар жағында тұрған күн, бер жағында тұрған күн осы схеманың бер жағын қашан біз көреміз дегенім ғой. Мен ойлаймын, жақын арада белгілі болады. Жақын арада. Мақсат мырза, сіздің қойып отқан сұрағыңыз бұл елді алаңдатып отырған осы күнгі қоғамның ең басты сұрақтарының бірі. Бас сұрағымыз кім бұның артында тұрған кім енді? Ауруын жасырған өлек дейді. Біздің мына құқық қорғау жүйесінің бір жаман жері, біз мына кеңестік жүйеден әлі шыға алмай жатырмыз. 201 бап деген бап бар, қылмыстық процесстік кодексте. Кез келген қылмысты тергеу құпиясы дейді жасырып тастайды. Батыстың үлгісіне қарайтын болсақ, адам өлімі бола ма, ол сол сәттен бастап, ол мынау күдіктеліп жатыр, мынау шақырылып жатыр деп, керек болатын болса Конгрестің өзі алады да шақырады да, мына қоғамды алаңдатып жатыр ма, Конгресс ашық түрде бүкіл телевидение қойып тергеу жұмыстарын жүргізеді. Бізде осы бір проблема бар. Сондықтан бұл жерде халықтың, қоғамның наразылығы өте орынды. Негізі осы бір нәрседен біз әлі құтыла алмай жатырмыз. Қазір мына аманат комиссиясы біз өзіміздің жұмысымызда Шымкент қалалық прокуратурасымен, Алматы қалалық прокуратурасымен мейлінше ашық жұмыс жасадық қоғаммен. Тиісті өзінің нәтижесін беріп жатыр. Ал қай жерде жабық жүйе, ол жерде қайта-қайта халық наразылығы туындап жатыр. Бұл да бір дискуссияға сұранып жатыр, және қыза түсті. Енді кешірім сұраймыз, уақытымыз тәмамдалып қалды. Бұл қаңтар оқиғасында бағасын әлі тарих береді. Сол кезде бетіміз ашық болса екен. Амандықта жүріскенше.